Сәлеметсіздер ме болашақ магистранттар, сіздермен бірге талант ағаларыңыз. Бүгін бізде сыни ойлаудан келген, күні кеше келген слейб есептерін қарастыратын боламыз. Көп емес, бірақ бірінші бөлімде қарастырайық, иә? Келесі жолы екінші бөлімде көбірек есептерді қарастыратын боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші есеп: Марат, Мұрат, Нұрбол үшеуінің жастарын қосқанда 37-ге тең дейді. 5 жылдан кейін үшеуінің жастарының қосындысы қанша болады? Так, бізде 3 адам. 3 адамның жастарының қосындысы 37. Қазіргі 37-ге тең, иә? Енді 5 жылдан кейін болса, онда Маратқа да, Мұратқа да, Нұрболға да үшеуіне де 5 жастан қосылып отырады. 5 жастан қосылып отырады. Сондықтан қазіргі жастарының қосындысына біз Маратқа да 5 жас қосамыз, Мұратқа да және Нұрболға да 5 жыл қосылса, онда 37-ге 15-ті қосуымыз керек болады. Ендеше қазіргі жастарының қосындысы 37 болса, 5 жылдан кейінгі үшеуінің жастарының қосындысы 52-ге тең болады екен. Бұндай есептердің шатастыратыны ол әрине әрқайсысына қосуымыз керек біз жасты. Біреуіне ғана емес, просто 37-ге 5-ті қоса салуға болмайды. Бұл қате болады. Иә, әрбір адамды ескеру керек. Даже бізде кейбір есептер бар, ана мен деген сөзде енді өзі болғандықтан оны ұмытып кетуіміз мүмкін. Иә, кейбір есептерде оны да ескереміз. Барлық адамдарды қарастыруымыз керек. Келесі есеп бізде 6,5-2 x дейді. Так, плюс 4,2 тең минус 27,8-ге. Так, не бар? Бұл қарапайым сызық теңдеу, иә? Мына x бар өрнек сол жақта тұрады, сандар оң жақта тұрады. Міне, мына 4,2 деген сан болғандықтан оны ана жаққа лақтырып жібереміз, шығарамыз. Сонда 6,5-2 x тең болады минус 27,8-ге апарып санды не істейміз? Плюс болса оң жаққа шықса, онда азайтылады, иә? Таңбасы ауысады. Минус болады. Минус 4,2. Қазір енді мына екеуін қосып алайық. Таңбалары бірдей болғандықтан бұлар қосылады. Так, сонда енді қараймыз. 6,5-2x дегеніміз ол мына 6 көбейтілген деген сөз емес. Бұл 6 бүтін, иә? 6 бүтінге 5-2 қосылып жатыр. Мына ортасында көбейтеміз, қосу тұрады бұндай жағдайда. Сонда бізде 6-5-2-ні біз былай жаза аламыз. Мына 5-2 дегеніміз ол 0,4-ге тең. 2-ні 5-ге бөлді деген сөз ғой бұл. Бұлай бөлшек ретінде жазуға болады, болмаса ондық бөлшек түрінде 0,4-ге болады. Сондықтан 6,5-2 ол 6,4x-ге тең. Сондықтан мына 6,5-ның орнына 6,4x-ті қояды екенмін. Не үшін? Әдемі болу үшін просто. Так, келесі мына жақта минус 32. Шатаспас үшін, иә? Енді мен қолымда калькулятор бар. Не істеу керегін білемін. Әрмен қарай не істеймін енді? X-ке көбейтілген санды мен оң жаққа апарып, қосу болса X-ке, онда оң жаққа апарып азайтам. Көбейту болса оң жаққа апарып, X-ті табу үшін бөлем, иә? 32-ні бөлемін 6,4-ге. Қолымызда калькулятор бар, просто бұл 5 шығады. Таңбасы минус болады. Мына минусты ескереміз. Минус 5 деген жауап дұрыс болады екен. Так, кеттік, келесі. Бағанды салыстырыңыз дейді. X үлкен Y-тен. Және X бөлінген, Y бөлінген. Жалпы балалар, студенттер. Бізде қатынас болса, онда былай жасауымыз мүмкін да негізі. Қатынас болмаған жағдайда біз былай жасағанымыз негізі. X кіші Y деген ғана шарт бар. Демек біз X-тің орнына 1-ді, Y-тің орнына 2-ні қоя саламыз. Сол кезде шарт орындалады. Егер бізде оң сандар деп келетін болса, натурал сандар үшін деп келетін болса, осындай жасай саламыз. Болмаса, қосу азайту тұратын болса. Біздің жағдайымызда X пен Y теріс сандар болады. Онда теріс сандардың қатынасы оң сан болып кетіп, сондай таңба ауысып кететін жағдайларда мына екеуінде қателік болады. То есть бұл шарт жеткіліксіз болады біз үшін. Мына А мен В бағанын салыстыра алмаймыз қазір негізінде. Біз былай қарастырайық. Ең алдымен 1, 2, 3, 4 деген натурал сандар үшін біз қарастыра салайық. Не болатын көрейік. Так, X-ның орнына. Бұндай есептерде, жаңағы шартты орындалған есептерде, біз просто X пен Y-ге шартты қанаттандыратын сандарды қоя саламыз. Сол кезде X-ның орнына 1-ді қойсақ 1, Y-ның орнына 2-ні қойсақ 2. 2-ден 1 минус 1 болады. А бағаны. Ал В бағаны 1 минус Y бөлінген X дейді. Яғни 2 бөлінген 1 дейді. Әрмен қарай шығарамыз, иә? Так, мынау бізде жалпы тең десем әдемі болмайды. Асыға жасайын. Неге тең екен? 0,5-тан жартыдан 1-ді азайтып жатыр. Үлкені азайтылып жатыр. Демек
үлкеннің таңбасын қоямыз, бірден кішісін азайтамыз. 0,5 болады, 2-ден 1 қалады. Мына жақта мынау бізде -1 -2 болады, 2-ні 1-ге бөлсек, сонда -1 болады. Так, енді қараймыз. -2-ден 1 мен -1 деген жауаптарды алдық. Бола салсын да осылай. Ендеше осындай жағдайда бізде не болады? Әрине А үлкен болады, иә? Теріс сандардың қайсысы кіші, сол үлкен. 2-ден 1 1-ден кіші ме? Теріс болғандықтан ол үлкен болып кетеді. Так, ендеше бізде А бұдан үлкен болады. Негізі енді шартқа қарамай тұра тұрамыз, иә? Натурал сандар үшін. Егер осылай болса, жауап дұрыс болады. Натурал сандар үшін болса. Ал бізде қарасақ, натурал сандар үшін деген жоқ. То есть x мен y-тің орнына біз теріс сандарды қоя аламыз. Ендеше бізде басқаша жағдай болып кетуі мүмкін, да? Так. Енді біз былай жасай аламыз, да? X-тің орнына -2-ні қойсақ, ал y-тің орнына -1-ді қойсақ, біз қоя аламыз ғой. Өйткені -1 x-тан үлкен, 2-ден үлкен, -2-ден. Ендеше қойған кезде қараймыз, да? -2-ні 1-ге, -1-ге бөлеміз. -1. Мына жақта 1-ді азайтамыз. Y -1-ді -2-ге бөлеміз. Сол кезде бізде мына +2 -1 болады. Теріс санды теріс санға бөлсек, жалпы екі санның екі теріс сан, иә? Олар бөлген кезде, көбейткен кезде плюс болып кетеді. 2-ден 1-ді азайтсақ, 1 қалады. Сондықтан +2 бұл. 2 -1 1. Мына жақта +2-ден 1 өзі. Алдындағы -2-ден 1 болады. Сол кезде қарасақ, мынау жарты қалады, иә? Керісінше А бізде қарасақ, иә? А тағы да үлкен болып шықты. Теріс сандарды қойсақ та, оң сандарды қойсақ та, бізде А үлкен болып шықты. Демек, біз не дейді екенбіз? Мұнда А бағаны үлкен болып шыққанын көреміз, иә? X не болды? Бұдан үлкен болды. А бұдан үлкен болды. Так, жақсы. Вариант тұрса, оны осыны белгілейді екенбіз. Кеттік, келесі. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 30% арттырса, ал енін 30%-ға кемітсе, тіктөртбұрыштың ауданы қандай болады дейді. Енді бұны біз тікелей шығару, дұрыс шығару жолы бар. Математикалық түрде конкретно, иә. Бірақ біз енді кішкене былай жасайық. Оңай жолын жасайық. Жалпы сандар жоқ, мына жерде сан жоқ. Бірақ ұзындық деген санмен өлшенеді, ені деген санмен өлшенеді ғой. Ауданын ұзындығымен еніне көбейтеміз. Сандар негізі бар да, бірақ ол жерде көрінбей тұрады. Біз оңай болу үшін санды қойайық. Енді көп есептерде орындалады бұл. Ұзындығы 100 деп ала саламыз. Жалпы санды қойған кезде именно 100 аламыз. Өйткені 100% дегеніміз 100 болады, 30% дегеніміз 30 болады сол кезде ғана. Я, ұзындығы 100 болса, ол 100%. Так, сол секілді енінде 100 деп ала саламыз. Тіктөртбұрыш орындалады, я? Тіктөртбұрыш қой бұл да. Квадратта тіктөртбұрыш болады. Жақсы. Енді осы бойынша біз негізгі ауданды табайық. Бұның ауданы бізде 100 көбейтілген 100 тең 10.000 болады қазіргі ауданы. Да? Енді біз оны не істеп жатырмыз? Ұзындығын 30%-ға арттырып жатырмыз, енін 30%-ға кемітіп жатырмыз. Демек бізде басқа тіктөртбұрыш шығады. Мынау оригинал болса, копия шығады бізде. Екінші, иә? Ну, енді копия дей салайық, екінші тіктөртбұрышты. Енді осы копияның ұзындығы 100-ге тең болса, бірақ оның ұзындығын 30%-ға арттырып жатыр. 100% 100, 30% 30 деген сөз. Демек, арттырғандықтан 30%-ға 100-ге 30-ды қосамыз. Сол кезде бізде 130 шығады. Міне, 30%-ға арттырғаннан кейін 130 болды. Келесі, ені ше. Ені бізде 30%-ға кемітіп жатыр. Демек, 100-ден азайтамыз 30-ды. 70 шығады. Бұл енді тікелей болады саналады, иә? Пайыз тікелей ұзындық болып жатыр. Ендеше қазір біз осыны бойынша копияның ауданын табайық. Әрине ұзындығымен енінің көбейтіндісі. 130-ды 70-ге көбейтсек, бізде 9100 шығады. Енді қараймыз. Оның ауданы бастапқыда 10.000 еді. Я, 10.000 еді. Ол не істеді? 9100-ге азайды, кеміді. Демек, мына ауданы 9%-ға өседі деген сөз қате. Ауданы өзгермейді деген сөз қате. Өзгерді, азайды. Ауданы 9%-ға кеміді деген дұрыс сөз бар. Ал Д жауабы вообще 30%-ға артты деп шайып кетті. Сондықтан Д жауабын өшіп тастаймыз. Қалып тұрғаны С жауап екен. Ауданы 9%-ға кеміді
Демек осы жауапты аламыз. Енді қалай шығарамыз? Жалпы бұндай жағдайда сіздер пайызды табуларыңызды білулеріңіз керек. Мына 10.000 дегеніміз негізгі ауданы, ол 100% болып тұр ғой. Ал мына өзгергеннен кейін 9100 болды. Ол x% болады. Бұндай есепті шығарып білулеріңіз керек. Пропорция деп аталады. Мына пайызды табу үшін, 10.000-нің 9100-і қанша пайызды алады оның? 10.000 100% болса, сонда x табу үшін біз былай жасаймыз. Так, x жасаймыз былай. Осы сандарды көбейтеміз біз. Мына 100-ге 9100-ді көбейтеміз да. То есть сразу көбейте салдым мен. Неше шығып кетті? 4-0 болу керек. Так, 9100-ге 100-ді көбейтеміз. Так, келесі. Енді оны мына x-тің астына тұрған санға бөлеміз. 10.000-ға бөлеміз. Сонда бізде 2-0 кетеді. Кетеді. Сонда x пайызымыз ол 91 екен. Сонда бастапқыда 100% еді, 91% болды. Демек 9%-ға кемімді деген дұрыс екен, Бұл енді негізгі жаңағы пайыз бойынша шығарудың былай айналып өту ғой одан, негізгі шығару жолынан, Енді негізгі қалай шығаруымыз керек? Жалпы біз пайызды бөлікке айналдыру деген мәселені білуіміз керек. Пайызды бөлікке айналдыру. Жалпы 100%-ға 30%-ды қосып жатыр. Сонда бізде 130% болады. Демек, А деген ұзындықтың біз 130%-ын табуымыз керек. Жалпы пайызды бөлікке айналдырсақ, оны 100-ге бөлеміз. Сол кезде бұл 1,3 болады. Келесі, мына жақта 100%-ды 30%-ға азайтып жатыр. Сонда бізде 70% болады. Бұны бөлікке айналдыру үшін 100-ге бөліп тастаймыз. Сол кезде 0,7 болады. Так, жақсы. Мына екеуін көбейтеміз қазір. 1,3-ге көбейтеміз 0,7-ні. Сол кезде бізде шығады. Неше шығады? 0,91 шығады. Так, енді қараймыз да. Бұл енді көбейту. Ол жаңағы мына А-ның осы 130%-ын тауып жатыр. 1,3-ге көбейтеміз, значит. Мынау 1,3 А болды. Ал В-ның 0,7 бөлігін тауып жатыр, демек В-ны дәл сол санға көбейтеміз. В-ны 0,7-ге көбейтеміз, сол кезде 0,7 В болды. Енді күрделі да шамалы. Мына екеуін көбейтсек аудан шығады. Жаңа копияның ауданы 0,91 АВ болып шығады да, алдында тұрған мына санымыз, ол әрине сол 100-ге көбейтіп, қайтадан пайызға айналдырамыз осыны. Қайтадан 100-ге көбейтсек пайыз шығады, 91% болып. Мінекей. Осындай мәселе бізде. Так, жақсы. Енді жаңа бізде пропорция болды ғой, соған бір қайталап жүрейік. Мысалы бізде, давайте былай жасайық. Егер 200 бізде 100% болса, так, сіздерге не болсын, практика болсын. Келесі. Айдос пен Жандоста жалпы 570 теңге бар еді. Айдос ақшасының 4/1-іне кітап алды, ал Жандос 6/1-іне кітап алды дейді. Екеуінде бірдей ақша қалған. Айдостың өзіне қанша теңге? Мына вариантта Айдостың ақшалары, Айдостың ақшалары. Енді Айдос 4/1-іне кітап алған болса, демек оның ақшасы 4-ке бөлінеді деген сөз. Жалпы біз біліп алайықшы, 4/1 деген үстіндегісі көбейту, астындағысы бөлу. Мысалы мен да, менде 500 теңгемнің 5-тен 3-ін құрттым десем, онда қанша теңге құртқанымды білем мен. Өйткені бұны 5-тен 3-ге көбейтемін, дәл сол санға көбейтемін. Нәтижесінде мен қанша теңге құртыппын? Қысқартамын 5 пен 5-ті 100, 300 теңге құртыппын мен. 500-дің 5-тен 3-і 300 теңгеге тең екен. Сол секілді Айдос ақшасын 4/1-іне кітап алса, 4/1-ін құртқан, демек 4-тен 3-і қалған. Давайте былай жасайық. Біріншіден, Айдостың ақшасы 4-ке бөліну керек. В жауабын өшіреміз, Д жауабын өшіреміз. Вариантпен жұмыс жасаймыз. Екіншіден, Айдостың ақшасы или 400, или 300 болады. Так, біз неге сүйенеміз? Бірінші мәселе, Айдостың ақшасы 400 болса, Жандостың ақшасы 170 теңге. Мына қосындысы 570 болу керек қой. Давайте біз вариант бойынша тексерейік. Бірінші мәселе, Айдостың ақшасы 300 теңге болса, Жандостың ақшасы 570 теңге. Давайте. С жауабын тексерейік.
айдоста 300, жандоста, значит, қосындысы 570 болу үшін, 270 теңге бар. Аха. Енді не бар тағы? Тағы бір нәрсе айтылған бізде. Айдос ақшасын 4/1 кітап алды, жандос 6/1 кітап алды, өзінің ақшасын, екеуінде бірдей ақша қалу керек. Демек, қазір біз 300-дің 4/1 тапсақ 75 болады, 225 теңге қалады, Ал жандостың 270-тің 6/1 бөлігін тапсақ, қазір енді тауып алайықшы бірінші, 300-дің біз 4/1 табамыз. Именно сол санға көбейтеміз мынау секілді. Сол кезде 4/1 тапсақ, ол 4-ке бөлеміз, астындағы мен қысқарады ғой. 300 үстіне көбейтіледі. Сол кезде 300 4-ке бөлеміз. 75 болады. Демек, ода қанша теңге қалған? Вариант бойынша. Вариант бойынша ода 75 теңге кітап алса, 225 теңге қалған. Жақсы. Келесі. Жандоста 270 теңге бар еді. Ол 6/1 кітап алды. Демек, мен 6/1 табатын болсам, 270-ті 6-ға бөлсем 24, 40, 35, 45 теңгесі кітап алған екен. Демек, ода қалған ақша 270 минус 45 тең 225 теңге. Тең ба? Тең. Есептің шартында бар ма? Бірдей ақша қалды екеуінде де. Екеуінде де 225 теңге қалғандықтан біз С жауабын дұрыс қылып алады екенбіз. Дұрыс болады. Қазір А жауабын тексеріп көрсек, онда дұрыс болмайтын еді ол. Тең болмай қалған. Так, сонда біз не істедік ең алдымен? Біз вариант бойынша логикаға келетіндеуін алдық, шамалы келіп қалатындауын алдық. Өшіп тастадық та қалғандар. Екеуін тексере салдық. Енді заңды түрде, қылмысқа жүгінбей, то есть лайфхакты қолданбай, негізі қалай шығару керек? Әрине ол былай болады. Айдосты біз X деп аламыз, жандосты Y деп аламыз. Екеуінің ақшасы 570 теңге. Демек, X-ке біз қосады екенбіз Y-ті, 570 теңге болу керек екен. Келесі теңдеу. Бізде екі әңгіме бар. Енді демек, біз екі теңдеу құрамыз. Ал екіншісі қалай болады? Айдос ақшасының 4/1 кітап алса, жандос ақшасының 6/1 кітап алса, қалатынын айтып жатыр, Екеуінде бірдей ақша қалған. Демек, Айдос өзінің ақшасының 4/1 кітап алса, 4/3 қалған. Оған тең болу керек, жандос ақшасының 6/1 кітап алса, 6-дан 5 қалған. Бұны қайдан білдік? Жалпы кез келген нәрсені бөлікте, оның бәрінің қосындысы 1 деп қарастырамыз. 1 бөлік деп қарастырамыз. Сондықтан жандос 6/1 кітап алса, біраз айтылған 6/1, 6-дан 5 бөлігі қалады. Айдос ақшасының 4/1 кітап алса, онда қалатыны біраз айтылған 4/1, 4/3 бөлігі қалады. Осы жерден біліп жатырмыз біз. Тез айтып жатырмын осы жолымды. Так, жақсы. Сонымен дұрысы әрине уақыт үнемдеп, басты ауыртпай, вариантпен тексере салу. Так, жақсы. Келесі. Шеңбердің радиусы берілген, периметрін табу керек, Жалпы шеңбердің периметрі ол 2 еселенген радиус, көбейтілген пи деп жаттайсыздар. Ал ауданын R көбейтілген R, R-ді 2 рет көбейту, R-дің квадраты көбейтілген пи деп жаттайсыздар. Демек, біз периметрін табу керек болғандықтан 2 еселенген радиус 6 көбейтілген пи, яғни 12 пи шығады екен. Так, жақсы, келесі. Радиус 2/7-ге тең дөңгелектің ауданын табу керек. Дәл алдыңғы формула. R-ді квадраттаймыз, пи-ға көбейтеміз. Демек, R дегеніміз ол 2/7, радиусы беріп қойған, 2/7-ні квадраттаймыз, пи-ға көбейтеміз. Болды. 7,129 пи. Так, кеттік келесі. Бұл енді жаңағы міне слипқа дейін келдік. Енді қосымша шығарып жатырмын мен. Мына қосымша сұралған есептер. Болашақ магистранттардың. Енді кірісейік. Бұларда келіп қалуы мүмкін, Жақсы, мына есеп. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын тап дейді. Вет теоремасын жаттап аламыз. Вет теоремасы айтады. Вет теоремасы айтады. Квадрат теңдеудің түбірлерінің екі түбірі бар болса, онда келесідей шарт орындалады, x квадрат плюс vx плюс с тең 0 түріндегі қараймыз, назар аударамыз. Мына x квадраттың алдында бір тұр, бір тұру керек. Осындай теңдеуде
екі түбір бар болса, онда осы екі түбірінің қосындысы, сұрап тұрғаны мынау түбірлерінің қосындысы деп осыны айтып жатыр. Ол мына в деген коэффициенттің екінші тұрған жердегі коэффициенті, оның коэффициентінің минус таңбасын береді. Минус таңбасын береді. Келесі, ал екі түбірінің көбейтіндісі ол просто сының өзін береді. Міне, осындай шарт орындалады вет теоремасы бойынша. Ендеше біз орындаймыз осыны. Екі түбірінің қосындысы сонда екінші тұрған қандай сан? Минус 7, иә? Минус 7. Онда вет теоремасы бойынша осы минус 7-нің алдына минусты қойып, біз тең дейді екенбіз. Екі түбірінің қосындысы тең болады 7-ге. Так, келесі екі түбірінің көбейтіндісі ол мына санға тең болады, 6-ға тең болады. Болды, мінекей. Біздің сұрап тұрғаны 7 дегеніміз таптық, демек е жауабы дұрыс болады екен. Енді мынау түбірлері табылатындар ғой, енді оп-оңай болып натурал сандар шығайын деп тұр, жоқ, бүтін сандар шығайын деп тұр. Даже иррационал сандар шығатын жағдайда да осы екі түбір болса вет теоремасы орындалады. Біртүрлі түбірлер шықса да біз сразу таба саламыз. Осы ережені қолдану арқылы. Ендеше біз былай жасайық. Так, сіздер келесі есептің жауабын жазыңыздар комментарияға. Не только қосындысын, түбірлердің көбейтіндісін жазыңыздар, мен тексеремін. Көбейтіндісін табыңыздар. Так, жақсы. Келесі. Так, төртбұрыш берілген, тік төртбұрыш берілген, оның боялған бөлігін одан табыңыз. Боялған бөлігі, бұл да қосымша телеграмда жіберілген. Так, ендеше бұны шығарайық. Жалпы қандай логикада шығарамыз? Мына бөлікті біз тікелей шығара алмаймыз. Оның оңай жолы ана екі ауданды табу. Бірінші, жалпы үлкен ауданды табу, одан мына боялмаған бөліктерді азайту. Демек біз былай жасайды екенбіз. Жалпы боялған бөліктің ауданы дегеніміз ол тең болады жалпы ауданнан тік төртбұрыштан, боялмаған бөлікті азайтады екенбіз. Ендеше бізге қазір жалпы ауданды табу оңай болады, дәл сол секілді боялған қарағанда боялмағанды табу оңай, өйткені олар үшбұрыштар. Ендеше шығарамыз. Так, жақсы. Сонымен жалпы тік төртбұрыштың ауданы, так, ұзындығы 8 қосылған 4 болады, яғни жалпы ұзындығы 12-ге тең, ал ені 6 қосылған 1 болады. 2 кесінді оны, ұзындықтары 6 мен 1. Жалпы 7 болады. Сонда бізде тік төртбұрыштың ауданы тең екен. Так, 7 мен 12-нің көбейтіндісі, иә? Жай ғана ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. 84 болады. Жақсы. Енді боялмағанды табайық. Ол әрине 2 тік төртбұрыштан тұрады. Тік төртбұрыштың ауданы катеттерін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Яғни мына катеттер деп 90 градус жасаған қабырғаларын айтамыз. Жақсы, ендеше. Боялмаған бөлік ауданы тең екен. Так, 6 мен 8-дің көбейтіндісі. И оны 2-ге бөлеміз. Так, келесі тағы біреу бар, қосамыз бұған. Енді 7 мынау 12 болатын тұғын. Демек, екеуін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Мынау 2 катеттері. Сонда бірінші үшбұрыш, екінші үшбұрыштарды қосқан кезде жалпы боялмаған бөлік ауданы шығады екен, нәтижесінде бізде 48-24-ге қосамыз 84 42-ні. 66 екен. Болды. Демек, біз қазір жалпы ауданнан 66 боялмаған бөлік тапсақ, онда боялған бөліктің ауданы шығады. 18 шығады. С жауабы дұрыс болады екен. Сонымен қандай логикада шығарады екенбіз? Боялған бөліктің ауданы табу қиын болса, онда екінші жолға көшеміз. Тікелей таба алмасақ, демек жалпы ауданнан боялмаған бөлікті азайтамыз. Сонда боялған бөлік қана қалады. Жақсы, дәл осы логика сіздерге түсінікті деген ойдамын. Және дәл осы логика бойынша келесі есепті шығарып, комментарийға жазуларыңызды сұраймын. Бұл өздеріңіз үшін, дайындықтарыңыз үшін. Жақсы, ендеше мен енді кішкене подсказка берейін сіздерге. Бұл енді жалпы ауданы 3 кубиктан тұрады. Квадраттан тұрады, кубик емес, квадраттан. Ал боялған бөлік ауданы табу керек, ал боялмаған бөлік ауданы табу оңай, ол әрине тікбұрыш үшбұрыш. Мынау 10-ға тең болады, ал астыңғысы үшеуінің қосындысы болады. Жалпы осы подсказка жеткілікті деген ойдамын.
дәл осы бойынша шығарыңыздар және комментария жазыңыздар, мен тексеремін. Жақсы ендеше, міне осындай қосымша есептермен қосқанда слип әрине кішкене аздау, бірақ келесі жолы екінші бөлімі болса егер сіздердің қолдауларыңызға қарай болады, онда көбірек болады деген үміттемін. Жақсы ендеше, сыни ойлаудың бірінші бөлімі аяқталды. Қош сау болыңыздар, келесі сабақтарда көріскенше.